Hello dear pupils. Құрметті оқушылар, біз бүгін 6 сыныпқа арналған 2-ші тоқсандағы ТЖП, яғни 90-дық жиынтық бағалауды талқылайтын боламыз. The first is listening. Бізде барлығы 4 тақты. Бірінші оның listening, тыңдалым. Және мұнда үшеуі true, false, дұрыс және дұрыс емес, яғни тыңдап және дұрыс емес жазуларыңыз керек. Екіншінде 4-ке, 5-ке және бір сөз қою керек. Енді біз бұны listening бізде бар, бірақ мен оны сіздердің уақыттарыңызды алмайын деп, бірден жауап берейін деп жатырмын. A horror movie is scary. Біріншінде true болады. Яғни ужастик бұл өте қорқынышты. Harry likes movies about love. Әне логикаға салсақ та, ұл бала ол махаббат туралы, яғни романтиканы жақсы көрмейді. False, яғни киноны. Harry really hates action and adventure movies. Harry, яғни ұл бала атыс шабыс және саяхат туралыны жек көреді. Әрине бұл да дұрыс емес, сондықтан false. Musicals don't sound too exciting. Мына жерге exciting деп жазылады. Тамаша деген. I heard it's pretty exciting because nobody can guess who the killer is. Killer дегенді білетін шығармыз. K-I-L-L-E-R. Мына жерге жазылмайды. Мен қазір соңында тағы жазып көрсетемін. Немесе мұнда мен қазір жазып көрсетейін сіздерге. 4 пен 5, яғни бізде жазбаша болып тұр, иә? Exciting, listening-дікі, және killer. Кинодағы, иә? Өлтіруші адам killer. Екінші тапсырма reading. Read the text about Alex's hometown. Текст бойынша жұмыс. Circle the 3 things Alex writes about. Алекс деген бала қандай 3 нәрсе туралы айтты. Олар B. Water activities in Newgaway. Water attraction to visit. And location of it in England. Мен сонда бізде B, D, F. B, D, F. Шықты. Осы үшеуін таңдайсыздар. Complete the sentences, follow the sentence structure. Alex likes Newgaway because he can go. And while coastering, you should always take a special instructor with you because it involves. Екеуін біз қазір кітаптан қараймыз. Тексттен қараймыз. Яғни he can go және involves дегеннен бітіп тұр, иә? He can go. Міне. He can go kayaking, water skiing or coastering деген жерді жазасыздар. 4-ке. Және involves, одан кейінгі сөйлем, міне, involves rock climbing соңына дейін жазуға болады. Яғни видеоны тоқтатып алып жазып алсаңдар болады. Келесі writing, мына жерге жазылмайтын болғандықтан мен Wordқа сақтап қойдым. Әуел тапсырмасын қалайық, иә? Choose one of the topics below, follow the tips for writing. Яғни бізде 2 тақырып беріліп тұр. Our countryside, drama and comedy. Бұл біз өткен 3-ші бөлімге байланысты елді мекен, жалпы тұратын жерің туралы сұрақтар. 2-ші драма және комедия. Біз фильмнің жанрларын өткен болатынбыз. Сол туралы. Енді сұрақтарға жауап берейік. Мен бұны сендерге көріну үшін жирный қылып қояйын. Where do you live? Енді сендер қай жерде тұратындарына байланысты. I live in Қызылорда. Мен Қызылорда қаласынамын, сондықтан Қызылорда деп жазамын. Write about its location. Енді қай жерде орналасқан. It is located. Бұл яғни орналасқан in the south of Kazakhstan. Яғни бұл оңтүстігінде, иә, Қазақстанның. Бұлай жазып жатырмын. Do you like this town? Ұнатасың ба? Yes, I do. Қысқаша жауап болса, yes, I like. Why? Неге? Себебі мен тұрған жерім деп айтайық, because it is my motherland. Туған жерді біз motherland деп айтамыз. Яғни ана және жер деген қосылады. Motherland.
Бұны тақыр айтып қойын. What is your favorite place in this town? Осы жердегі сенің ең сүйікті жерің қандай? Жоқ, my favorite place деп бастаған дұрыс шығар, иә? Менің сүйікті жерлерім. My favorite places. Жоқ, біз бір-ақ жерді сұрап тұр екен. My favorite place is my school. Мектебім деп алайын, иә? Where is it located? Бұл қай жерде орналасқан? It is located. Неге бұлай сұрап жатыр? Себебі сендер оң жақ, сол жақ, алдында, артында дегенде өттіңдер. Сондықтан біз оны мысалға вокзалға қарама-қарсы деп алсақ, иә? Немесе алдында орналасқан. In front of the railway station. Бұл вокзал. Немесе басқа предлогтарды қолдансаңдар да болады. What can you do in your hometown? Write about some winter or summer activities and sports. Ол жақта не істеуге болады? I can walk, драмын, yeah, with my friends, and we can go to the cinema. Достарыммен қыдыра аламын және де кинотеатрға барсақ болады. We swim in the swimming pool, яғни бассейнде жүзуге болады. Swimming pool in the summer, жазда. And we can ski, не шаңғы бар бізде, немесе коньки бар деп айтайын. We can skate in winter. Жоқ, менде дәште қате кетті. Бізде in summer деп айтам. In the summer деп айтпаймыз. Сондықтан қысқайды. Яки. Екінші, drama and comedy. Do you like watching films on the weekdays or on Sundays? Why? Бізде енді weekday деген бұл аптаның басқа күндері, Sunday именно сол демалыс күн. Соның қай күндері жақсы көресің? Демалыс күн деп айтайық, иә? I like watching films, яғни біз көбінесе сұрақ қалай қойылды, солай жауап беруге тырысамыз. On Sundays. Бізде неге деп сұрап тұр, себебі біз басқа күндері мектептеміз деп айтайық, иә? Because, why десе себебі деп айтамыз. Неге десе because I study, яғни оқимын, on the weekdays, яғни қалған күндері мен оқимын at school. Can you name your favorite cinema? Where is it located? Яғни сүйікті кинотеатрыңды айт. My favorite cinema is Жібек жолы. Ол қай жерде орналасқан? It is near place of students. Яғни студенттер сарайына жанында деп атайық, иә? Сүйікті кинотеатрымыз. How do you usually get to your favorite cinema? Қалай жетесің? I get деген дұрыс, иә, жету. I get by bus, автобуспен барсақ. By bus to my favorite cinema, яғни сүйікті кинотеатрыма мен автобуспен жетемін деп жазу.
What's your favorite movie? Why do you like it? Meni жақсы көретін киноңыз туралы айтуыңыз керек. My favorite movie is қандай енді кино бар бізде? Вот «Доспехи Бога» на войне. «Холодное сердце» на салай. Frozen деп ағылшын болсын. Frozen. Why do you like it? I like it. Ұнатам неге? Because it is beautiful. Оның да киносы да бар. Сондықтан мен фильм алып жатырмын. Енді ол неге жақсы көремін? Because it is interesting. Себебі бұл қызық. Неге бізде дайын болды? Бұл бізде writing. Екі тақырыпты да болдық. Енді бізде speaking бар. Ол сіздерде айтылым. Және жазып апайға айтып бересіздер. Prepare an individual talk on the topic of a countryside. Бұл жерде бізде үшінші бөлім бойынша, иә. Жалпы жеріміз туралы, жаңағыдай еліміз туралы. Не жартысы кино туралы болады бұда да. Do you know your hometown village well? Өзіңнің жерін жақсы білесің ба? Yes. I know. Тоқтай жауап берейін. Yes, I know my hometown. Бұл да туған жер деген сияқты. Well. Жақсы білемін. Where is it situated? Бұл қай жерде орналасқан? Біз бағана жауап беріп кеттік, иә? It is situated. Енді мен басқаша жазайын десе, Қызылорда мысалға, Қызылорда неге жақын? Одан кейін мысалы Шымкент бар, иә? Неге Шымкент? Басқаша берейін, жаңағыны қайталамақ қояйын. What does it look like? Егер look like десе, ол қандай, неге ұқсайды деген сөз. It looks like. It болғандан S қосамыз. Ол қандай. It looks like large. Beautiful. Amazing. Amazing town. Do tourists like visit your town? Yani turistler көп келе ма? Yes, they do. Ya олар келеді. Is your hometown a good place to live in? Өмір сүруге жақсы жер ма? Yes. Яғни көмежеттен басталса, біз yes no-мен жауап бере аламыз. Егер which-мен басталса, мысалға what, where немесе how-мен басталса, біз ол кезде нақты жауап беруіміз керек болады. Олар арнаулы сұрақтар, мынау жалпы сұрақтар. Is your hometown a good place to live in? Yes. Мен солай ойлаймын неге? Yes, I think so. Неге дейді? Because people, неге адамдары friendly дейіне өте дұрыс шырайлы. What is your favorite place? Енді қай жерді ұнатасың деп тағы сұрап тұр. Мен it is дейін жіберейін. Ол мен ұнататын жерім. Ұнататын жерім. Monument of қорқытатының ескертуші деп айтайын. Where is it located? Ол қай жерде орналасқан деген сұрақ. It is located
Nia University университеттің қасында деген ғой. What is special about it? Оның ерекшелігі не дегенде бізде құттықтану ескерткіштің қасына барғанда одан өлең шығып тұрған сияқты болады, және қобыз тартылып тұрған сияқты болады, иә, дыбыс шығады деп айтайық. When, яғни мысалға жел болғанда, when it's windy, there is sound of қобыз. Қобыздың дыбысы шығады, иә. What can you do in this area? Бұл жерде не істеуге болады? You can take photo, суретке түссең болады. And listen. Музыка тыңдасаң болады ол жерде, өйткені яғни дыбыс шығып тұрады деп айтып отырмыз. Why do you like it? Неге мұны ұнатасың? Because бұл тарихи деп айтайық, ә? Because it's historical. Historical. Тағы да біз жерге туралы. What is the most interesting part of your hometown or village? Ең яғни қызықты жері қайсысы дейді. Орталық, конечно, иә, барлық жерде. It is center of city. Орталығы деп. What jobs are popular? Қандай мамандықтар популярный? Біз онтан атын атауымыз керек. Teachers. Popular. Бұл жерде сол шығар деп ойлаймын. Мұғалімдер мен дәрігерлер. Is your hometown village changing? Өзгеріп жатыр ма? Я күннен күнге кейде. Yes, it is changing. Every day. Күннен. Is it a good place to live? Бұл өмір сүруге жақсы жер ма? Yes, it is. Yeah. Себебі. Why деп сұрақ қойыпты тағы да. Себебі жерге бәрі бар деп айтайық. All need. Барлық қажеттіліктер деген сөз needs. What can you change to make it better to live in? Сен не өзгерте аласың, бұл жерде жақсырақ болу үшін? Біз экологияны азайта аламыз деп айтайық, иә. I can change. Немесе проблемаларын деп айтайық, барлығына жарау үшін. Environmental problems. Барлық қалада бір проблема болады. Төртінші. Do you live in a town or village? Яғни қалада тұрасың ба, немесе ауылда тұрасың ба? Бұны әркім өз таңдайды, иә. Үште ести алмаймыз, өйткені or деп жазылып тұр. Или ана, или мынау. I мен бастай берейін. I live in town. In a town. Егер ауылда тұрсаңыздар, village деп жазылып, иә. What kind of place is it? Қандай орын? It is small. Китай. Үлкен болса big. Large деген дұрыс шығар. Large place. Немесе кішігенді. Do you like living there? Жерде тұрған ұнайды ма? Біз және иә деп тағы жауап бере аламыз. Yes, I do. Жөмен сұрақ қойса дөмен қысқа жауап жазылады. What are the main tourist attractions? Қандай туристік аттракциондар бар?
Дәруа, және зоопарк, water parks, аттракциондар бар дейді. And other attractions, және тағы да аттракциондар басқа. Және өздері қоса бересің атауларымен. What place where Azaya do you like best? Яғни ең жақсы көретін орның. It is cafes and restaurants. Ресторандар бар, иә? Кафелер. Келесі 5-ші. Who are the famous actors and musicians in your country? Why do you think so? Атақты актерлер мен музыканттар. Мысалға бізде Илья Ильин бар. Илья Ильин. Мадина Задухасова шыққан. Мысалға. Бұны сияқты өздерім әр қалада атақты адамдар жазып қойсаңдар болады. Why do you think so? Неге олай ойлайсыңдар? Дейді. Олар жалпы телевизордың жұлдыздары деп айтады. Немесе олар жұлдыздар деп салады. Because they are stars. Немесе stars деп олар келетпейді. Celebrities дейді. Star болса аспандағы жұлдыз болып кетеді. Who are your favorite actors? Кімді жақсы? Әншілер. Екі әнші болса, мысалы A деп жазамыз. Are my favorite actors, яғни кез келген әртістер, ер адамға, actresses әйел адамға. Why do you think so? Неге олай ойлайсың? Жаңағыдай себебі атақты деп жазады. They are popular. Who is your favorite producer? Жақсы көретін продюсердің аты. Is my favorite producer. Why do you like watching comedies? Неге комедияны жақсы? Адамдар жақсы көреді көргенді. Comedies. Себебі комедиялар күлкілі, иә, funny деген сөздер. Келесі. What is the most popular cartoon among teenagers? Жасөспірімдердің арасындағы ең атақты мультфильм. Мысалға Том и Джерри деп жаза саламын. Мен өздері атын жазсаңдар болады. Tom and Jerry is the most popular. Do you like it? Why or why not? Оны ұнатасың ба жоқ па? Yes, I like it. Неге дейді тағы да, бізге тағы да сипаттасып тұр. Because it is fine. Тамаша себебі. Who do you usually watch it with? Кіммен бірге көресің? I usually watch it with my sister. Мысалы мен көремін, иә, үйсеніп. Отбасымен бірге салсам болады. Do your friends like watching this cartoon? Сенің достарың көрген ұнатады ма? Я болса yes, they do. Жоқ болса no, they don't. Why do children prefer watching cartoons? Неге балалар мультфильм көреді? Себебі мультфильм мейірімділікке үйретеді. Cartoons teach us, біздер етеді. Teach us to be kind. Мейірімді болуға үйретеді деп. Мінекей. Осымен біз біттік. Егер сұрақтарың болса, комментарийға жазсаңдар болады. Жақсы көресің. Солай, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар. Goodbye, good luck. Сендерге сәттілік тілеймін.